Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте керемет жұмсақ болып шығатын шоколадно-творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас алдын менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар достар. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін достар. Ал ендеше пирогымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен құмшекерімізді қосып, миксермен жақсылап әппақ болғанша араластырып аламыз. Оның үстінен сұйық майымызды қосып миксерлеп аламыз. Келесі құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді, какаомызды салып араластырамыз. Және міндетті түрде ситадан өткізіп, ұнымызды бөле отырып миксермен араластырамыз. Ұнымызды бірден салып жіберуге болмайды, немесе қожымыз қатты болып шығуы мүмкін. Бізде осылай қамыр пайда болып шықты. Осындай өте нәзік болып шығады. Енді ыдысымызға дайын болған массамызды құямыз. Бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді творожный массамызды дайындауға кірісейік. Творогымызға құмшекерімізді және 2 жұмыртқамызды және ванилинімізді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болуы қажет. Біздің творожный массамыз дайын. Келесі кондитерский мешогымызға құйып алып, бетіне осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Алдын ала міндетті түрде қызып тұрған пешімізге 180-200 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Бізде 40 минут өтті. Осындай өте нәзік, жұмсақ болып шықты достар. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, жылы лебіздеріңізді қалдырып кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.